Атеист деген. Әріп қайда? Атеист таламыста бәк. Сен реально атеистсің ба, әлде мұсылмансың ба? Сен мұсылмансың ғой мына жерде. Мұсылман деген кім? Мұсылман ол көрмей сенеді. Сен көрмей сеніп отырсың ғой сорлау. Мынауың, бля, ползунки ғой. Реально жауап берші, сақ шайнамаш. Ағла тупой ғой мынау. Қа бермеші. Енді гифофиз деген не ол? Гифофиз деген не ол? Гифофиз деген. Кетші бар екен. Сөй, ё-май, ысқақна. Бұрышқа плотын тақалдың сен ше? Бұрышқа плотын тақалдың сен. Ассаламу алейкум. Ассалам. Ысқақжан. Не тақырып? Таусыңыз жарқын деген. Ешқандай тақырып жоқ. Бәрекелді. Бір сұрақ бар енді саған. Сұрағыңызды қойыңыз. Үлкен ми дейді. Мына бірінші сүйелді дене, екінші күмбез, үшінші таламыз, төртінші ортаңғы мидың шатыры. Дальше кете береді, мидың төменгі бөлік зрительный перекрес. Гипофиз, ми көпірі, мишық. Енді мидың ішінде әріп қайда? Мидың ішінде әрпі не қай жерінде екен олай? Мишық, ми көпірі, гипофиз осың қайсының ішінде әріп тұр? Сен әріп оқитын шығарсың? Әріп бар ма өзі жалпы? 1 минут. 30 секунд беріңіз ойлануға. Так. Зачем сағыз шайнап? Сделай красиво. Сағыз шайнап отқан жоқ му? 30 секунд ойлануға бер. Так, 4 жауап, Сүйелді дене, күмбез, таламус, ортаңғы мидың шатыры, социовидное тело. Ортаңғы мидың су құбыры, мидың төменгі бөлік зрительный перекрес. Қайсының ішінде осы? Әріп қайда? Болды, 30 секунд. Татыр. Әріп. Татыр, асықтырма. Так. Сен атеистсің ғой, көрмеген нәрсеге сенбеуің керек. Реалистсің ғой енді, реально сенбеуің керек. Егер сенетін болсаң, сен таза мұсылмансың ол кезде. Татыш, бөле берме, ойланып отырмын. Әлбетте. Сосын көзді қоям, көзге келеміз қазір. Сен өзіңді танисың ба, әлде танымайсың ба, көрем қазір. Болды. Досыма қоңырау шалсам бола ма? Досың бар ма не? Бар. Кім ол? Қазір. Досыңды көріп тұрсың ба? Құлағы, көзі бар ма? Досыма қоңырау шалайын. Так, Девент. Бізге бір сұрақ келіп жатыр. Сен көмектесші осы жерде. Сұрақ келіп жатыр, сен жауап бере алмай жатырмын. Бұл не қыла тұр? Кеше бұл таппаған бұл әріпті қаяқта екен. Қоя тұр бұны. Бұл таппады ма? Бұл таппады. Енді бірінші сүйелді дене, екінші күмбез, таламыз, ортаңғы мидың шатыры. Осының қайсында әріп көрініп тұр деп ғалымдар айтқан. Қай жағында? Тапқан ба әлде таппаған ба? Ортаңғы мидың шатырын кетіріп атсыз да, тұра тұрыңызшы енді. Әріп қайда? Әріп таламызда. Осы жауап таңдаймын. Көріп тұрсың ба? Таламыз көрінбейді ғой маған. Көрінбесен, қалай сенесің сене? Сен көрмеген нәрсеге сенбеуің керек қой. Шықақ жанау. Мен саған сөйтіп айттым ба? Сен атеистсің ба, таза мұсылмансың ба? Қып-қызыл мұсылмансың ба сен айналайын? Мен саған көрінбейтін нәрсеге сенбеймін деп айттым ба? Атеист емессің енді. Атеист деген сөз көрінбейтін нәрсеге сенбейтін деген мағына бере ма? Жоқ, мен атеист қаяқтан табамын енді. Сен атеист емессің ғой, мұсылмансың ғой. Сен қуасың ба? Мен мұсылманға сен қып-қызыл атеистсің ғой, қып-қызыл атеистсің ғой. Дұрыс, қара, мынан қара. Жауап берсең. Атеист деген сөздің анықтамасы көрмейтінге сенбейтін адам деген сөз ба? Әлбетте. Құдайды көрмейсің, сенбейсің сосын. Енді мен зачем сағыз шайнап? Жоқ, мына жерде саған сұрақ қойдым. Әріп қайда? Әріп қайда? Зачем сағыз шайнап? Әріп қайда? Зачем сағыз шайнап? Қара. Әріп қайда? Неғып сағыз шайнап отырсың? Әріп қайда? Әріп топ. Мен сағыз шайнап отырған жоқ болсам сен жауап бересің. Шықақ жан, әріп топ. Атеист деген. Әріп қайда? Атеист таламыста бәк. Сен реально атеистсің ба, әлде мұсылмансың ба? Сен мұсылмансың ғой мына жерде. Мұсылман деген кім? Мұсылман ол көрмей сенеді. Сен көрмей сеніп отырсың ғой сорлау. Мынауың, бля, ползунки ғой. Реально жауап берші, сағыз шайнамаш. Сен сорлау дым білмейсің ғой сен. Қалай сөйлесем сен деліме?
Қалай сөйлесіп сендермен? Атеист деген бәрін білетін адам деген мағына бере ма? Мынауың ползунки неғып сағыз шайнап отырсың? Жауап берсе, күмбезде ма, таламуста ма, сүйелді денеде ма? Реальный сұрақ, реальный жауап. Давай, сделай красиво. Атеист деген сағыз шайнап отыратын Сделай адам. красиво, шығар, сделай красиво. Атеист деген сағыз шайнап отыратын адам ба? Жоқ, сұрақ тұша бермесе енді, реально жауап берші. Жарайды. Атеист деген жауап бер, давай. Сделай красиво. Құдайды көрмейсің, бірақ сенбейсің, сосын көрмегеннен кейін. Дәл сол сияқты сұрақ қойып тұр. Реально жауап бер. Реально жауап бер, шығар. Мен саған көрмеген соң сенбеймін деп айттым ба? Жоқ, мен саған реально сұрақ қойым. Гифофизде ма, ми көпірінде ме, мишықта ма? Қаяқта тұшқа? Таламуста дедің ғой. Таламуста көрініп тұрған жоқ, көрсет маған. Онда гипофизден қарасай, өзің іздесей, қаяқтан тауып бір жерін. Бля, мынау таза тупой ғой мынау. Жауап берсene, гипофиздегі ол басқа жақта тұр ол. Әріп жоқ оның ішінде. Зрительный прекрес деген анаяқта, сүйелді деген анаяқта, күмбез деген анаяқта, таламус анаяқта. Реально жауап бер, давай. Реально жауап беріп тұрмын саған, перигелиде әріпте. Енді сен көрмеген нәрсеге. Енді көрмеген нәрсеге сенесің ба, сенбейсің ба? Жоқ, көрмеген нәрсеге сенесің ба, сенбейсің ба? Зачем тышып мына жерде? Мынау адам қанышып қойды. Сен бүйтші, адамдар... Бұрышқа плотын тақалдың осы жерде. Бұрышқа плотын тақалып тұрсың. Енді жауап бер. Зачем сағыз шайнап? Зачем сағыз шайнап? Шығар, жауап берсей. Өтініш. Жоқ, көрмеген нәрсеге сенесің ба, сенбейсің ба? Жауап берші, ысқа. Тұра тұршы, бір ауыз сөйлейікті. Толтай тұрсы, бір ауыз сөйлейік. Сделай красиво. Сделай красиво. Дұрыс, сделай красиво. 30 секунд сұрадың. 30 секунд сұрадың ба? Сұрадың. Ең жауап бер, давай. Менің эфиріме кіріп алып, маған уақыт береді еще. Әбден басындыңдар. Бұлай ғой, қара. Әріп қайда? Біріншіден, әріп гипоталамустың ішінде... Девиант сұрап отыр, әріп қайда дейді. Тауып берсей болсай. Жауап беріп атырмын ғой, енді тыңдасай. Әріп гипоталамустың ішіндегі перигелиде орналасқан. Жоқ, әріп қайда енді, әріп жоқ қой, ол көрінбей тұр ғой енді. Көрсет, давай, сделай красиво. Аштан көресің. Давай, көрсет, на жерге шығарда көрсет соны. Шығарда көрсет на жерге. Шығарда көрсет. Давай, болды, көрсетем. Болды, сен көрсетем, сенің басыңды тесіп, сенің миыңнан көрсетейік, давай. Білет, сағыз шайнамас шығар. Жауап берсен. Енді мен кімнің миын алам арендаға қазір? Кім өзінің басын береді, чтоб мен оның басын ашып, миын көрсету үшін? Енді сен бітсең көрмеген нәрсеге сенем де. Тұра тұрсай, мен көріп тұрмын оны, бірақ саған қалай көрсетем мен? Біле, мынау сағыз шайнап кеткен біреу екен ғой, емі. Девиант, жүрші эфиріңе сөйлесік, сен нормал екенсің, сағын түшіп атыр ғой. Девиант, сенің эфиріңе бар сөйлесік. Мынау таза тупой ғой, емі. Аузың туалет сен, аузың туалет. Таза тупой ғой, мынау. Тұта бермеші. Енді гифофиз деген не ол? Гифофиз деген не ол? Гифофиз деген... Кетші бар, емі. Сөй, ё-май, ысқақна. Бұрышқа плотын тақалдың сен ше? Бұрышқа плотын тақалдың сен. Енді әріп қайда? Жауап берсе сен наңдар күтіп отыр ғой. Наңдар күтіп отыр ғой. Нөлсің ғой, нөл. Мына жерде не? Енді көзге келейік. Көз сиярлы дене, артқы камера, пробел олалы, өрім. Қасан қабы қарашық алдыңғы камера, көз бұршағы, скелера, хоредея, торлық. Енді осыны қай жерінде көрінік? Сен көрі алу дегенді қаяқта осы? Қай несімен көресің енді сен? Қайттан айтшы? Бөліктерін қайттан айтшы? Сиярлы дене, артқы камера, трабекулалы, өрім, қасан қабы, қарашық, көз бұршақ, осын қайсысы сен көруші? Сен анау екі көзіңдегі су бар ғой, екі су, соны қайсысы көріп, ішіне кірдік міне. Камера ма қайсысы көріп? Молекулалы, орталық шұңқыр, соқырда қайсы көз жүйкесі. Бұл қайсысы сен көруші деген? Сен көру білесің ба өзің? Болмаса ЧПТ-дан іздеш, ЧПТ-дан ең болмағанда. Алған жоқпын әріпті мен. ЧПТ-дан іздеш ең болмағанда. Алған жоқпын әріпті, алған жоқпын мен. Ё-мое, мына таза пазон кейсің ғой сен жүрген, ё-мое. Әріп менде алған жоқпын әріпті. Сен біл. Ана кісі кетіп кәдімге құлағым тынышталып қалды. Шошытып, қорқытып бәрімізді.
Енді амалымыз қалмады ғой. Біреуіміз жеңіліп, бұл кісі деген бәрімізді бұрышқа айдап отыр ғой. Айғайлап та жеңе алмайсың, ешқайсың жеңе алмайсың. Патологоанатом ба бір нәрсе, енді білмеймін кім екенін. Түсіне алмадық. Бәрін адамның ағзасын шашып жатыр ғой әйтеуір. Қан тамырлардан, мидан бастап әйтеуір бәрін сұрады. Дофига терминдер білмеймін, ашып қойып айтып отыр ма, періп жатыр ғой әйтеуір, жұтқызып жатыр ғой. Сынақ болды енді, бізге ауыр сынақ болды бұл. Сделай красиво, сделай красиво, сделай красиво. Сделай красиво дегенде шабыт өтті негізі. Мұсылман болдым ба дейді, иә.